Ассалаумағалейкум, құрметті диқандар. Біз Мақтаарал ауданында ерте егілген баялды, яғни баклажан егістік алқабында тұрмыз. Сіздерге айта кететін жағдайымыз, ерте өнім алу мақсатында бұл баялды мульчаның астына тамшылатып суғару жүйесін қою арқылы егілген. Енді ерте егілген егіннің барлығы салқын топырақта тамыры жақсы жүру үшін, және де салқын топырақта ауырып қалмау үшін қарасан деп аталады. Бұлай черный ножка, яғни тамыр аурулары қарапайым тілде, а негізі ғылыми тілде ол фузариоз, болмаса вертицилез. Оны қоздырушы микроорганизмдер фузариум аукоспорум және вертицилиум микробтары, соларды болдырмау үшін көшетті өсіру барысында жаңадан тұқымды еккен кезде стаканчиктерге, болмаса кассеталарға тұқымды егіп болғаннан кейін суғарған суға фитоспорин М препаратын, болмаса бионикс препаратын қосып суғару керек. Бионикс препаратының құрамында триходерма вирида зең саңырауқұлағы бар. Триходерма вирида зең саңырауқұлағы, ал фитоспориннің құрамында бациллус субтилус бактериясы бар. Бұл екі микроорганизмде ауру туғызушы микроорганизмдермен күресіп, егінді қарасан, яғни тамыр шірек, черный ножка ауруларынан аман есен алып қалады. Көшеттердің тамыры аман есен болса, егілген кезде жақсы жетіліп, тез көтеріліп, ерте гүлдеп, мол өнім береді. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, бүгін сәуір айының 17-сі, баялды болса гүлдеп, Құдай қаласа осы сәуір айының соңына, мамыр айының басында өнім бере бастайды. Сондықтан да сіздерді осы тәсілді қолданып, еккен егіндеріңізді аурудан қорғап, бионикс және фитоспорин М препараттарын қолданып, мол өнім алыңыздар, бай қуатты болыңыздар.